Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір тырнақ құрақтың қалай құралу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен астарғы ақ матаны төртке бүктеп үтіктеп аламыз. Сызық қалу үшін ручкамен сызудың қажет жоқ. Одан кейін ол матаның размерін 20-да 20 алдым. Ортасындағы жылтыр мата размері 4-те 4. Оны кәдімгі песочный матадан алып астына флазелин жабыстырып, қаттырақ әрі төзімдірек, әрі жуған кезде оңып кетпейтін қылып, сондай матадан алдым. Мына лентамыздың размері 3 сантиметр. Оны кәдімгі канцелярскийден алатын ені 3 сантиметрлік канцелярскийден темір линейка алып қырқуларыңызға болады. Ал кәнеге бірге көрейік қалай шығатын тырнақ құрағымыздың.